қос көже дайындаймыз. Сүрленген етімізді қайнатып, көбігін алып дайындаймыз. Бізге қажетті айран, гречка, перловка, горох, күріш және вермишелімізді дайындап қоямыз. Қайнаған көбігін алған сорпамызға барлығын шет-шетімен, рет-ретімен қайнатып салатын боламыз. Жақсылап 2 сағаттай қайнататын боламыз барлығын. Қайнаған дайын сорпамызға ең соңында өшіріп айранымызды қосатын боламыз. Айранымызды қосқаннан кейін кусок еттерімізді алып, жақсылап майдалап турап, оларды да қосып, дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, жақсылап дайындаймыз. Ас болсын, наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Барлығыңызды келе жатқан наурыз мейрамымен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақ-береке тілеймін. Менің каналымна жазылуды ұмытпаңыздар. Бұдан да қызықты рецепттер шығып тұратын болады.